Жақында ғана қала әкімдігінің алдындағы қураған көшеттер туралы сөз еткен едік. Әкімдік ауласындағы талдардың өзі қурап жатқанда басқа аймақтардан бәрін күтуге болады дегенбіз. Сөзіміз себепсіз қалмасын деген мақсатта қаламыздың біршама саябақтарын аралап көз жүгірттік. Тиісінше тұңғыш президент саябағының да халі мәз еместігін көрдік. Аталмыш саябаққа серуендеуге баратындардың қарасы қалың, дегенмен сыни көзбен қарап сарапқа салатындардың қатары өте аз. Айтпағым, біздің шаһарымызда аты арқырап тұрған саябақтар өте көп, бірақ біз тұрғын ретінде олардың біршамасын ғана біледі екенбіз. Ал осы саябақтар мен гүлзарларды күтіп баптайтын Жасыл Түркістан мемлекеттік мекемесінің мәліметіне жүгінер болсақ, қала ішінде 200-ден астам саябақтар мен аллеялар бар. Ал соның 20-ға жуығы ғана аталмыш мекеменің жауапкершілігінде болса, қалғаны түгелдей дерлік жеке кәсіпкерлердің байлауында кеткен. Кәсіпкерлердің жауапкершілігіне неше нысан кіргені туралы білмекке біраз есікті қақтық, дегенмен нақты жауап берер маман да басшы да жолықпады. Тиісінше аты мен саны параққа ғана түскен саябақтар мен аллеяларды таппай әлекпіз. Мүмкін бар шығар, бірақ қағаз бетіндегі аумаққа бара қалсақ, тал отырғызылған шұңқырларға ғана кезігудеміз. Әлде жаңадан отырғызылған көшеттерді министрліктен адам келгенде мекенін ауыстырып, шетінен өлтіріп алып жатырмыз ба? Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.